Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, бірінші сыныптың ана тілі сабағы, 46-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы сөйлем. Сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілері туралы біздер өткен сабақтардан айтып жатырмыз. Сөйлемнің бірінші сөзін бас әріппен жазамыз міндетті түрде, сөйлемнің соңына тыныс белгісін қоямыз. Бірінші жаттығу бізде кейуардан өлеңді тыңдау, нан қоқымын шашпаңдар дейді. Өтебай Тұрманжановтың өлеңі. Өтебай Тұрманжанов қазақ балаларына арнап көптеген өлеңдер шығарған ақындарымыздың бірі. Сол өлеңдерінің бірін оқып тыңдайық. Нан ардақты адалас, кәрі жас оны аттамас. Ақ дастархан үстінде қол жумай оны ұстамас. Нан қоқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп, торғайларға тастаңдар. Өлең мазмұны бойынша өз ойыңды айт дейді. Яғни өз ойларыңды айту керексіздер. Өлеңнің мазмұны нанды ардақтау туралы, адал асымыз екендігі туралы айтады. Нанды дастарханға алып келгеннен кейін оның үстінен аттауға болмайды дейді. Қолымызды жумай нанды ұстауға болмайды дейді. Ал нанның тоқымын шашып тастамаңдар дейді. Оны теріп алып құстарымызға беріңдер дейді, торғайларға берің дейді. Нанның қоқымын неге шашуға болмайды дейді. Яғни біздер нан бізде ас атасы нан дедік. Сондықтан ең бірінші біздің тоқшылығымыз нан дедік. Осындай тағамымызды жерге шашып тастауға болмайды. Кәрі жас сөздердің мағынасын біліп ал дейді. Кәрі деген яғни үлкен қартайған кісіні айтамыз да. Ал жас деген өсіп келе жатқан жастарды айтады. Міне кәрі болсаң да, жас болсаң да нанды ардақта дейді. Адал асымыз деп ақын өзінің өлеңінде бізге түсіндіріп айтқан екен. Өлеңді мұқият мәнерлеп қайта-қайта оқитын боламыз және өлеңнің мағынасын түсініп аламыз. Келесі екінші жаттығу жаңылтпашты жатқа жаз дейді. Қап-қап ұн алдық, әппақ ұн алдық. Яғни жаңылтпашты тез-тез айтамыз. Қап-қап ұн алдық, әппақ ұн алдық деп. Жаңылтпашты жаттап алып бар дәптерге жазатын боламыз. Келесі үшінші жаттығуда ребусты шеш дейді. Шешеуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра дейді. Бірінші бізде тағаның суреті тұр. Ал мысық дегендегі мысықтың соңындағы 4 әріпті алып тастап, м әрпін ғана қалдырамыз. Сонда тағам деген сөз шықты. Тағам деген сөз шешеуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құраңдар дейді. Асханада дәмді тағам дайындайды. Анашым дүкеннен тағамдар әкелді деп сөйлемдер құрап қойдым. Өздеріңе ұнаған аласыздар, немесе өз ойыңнан басқа да тағам деген сөзге сөйлем құрап жазамыз. Келесі тапсырмада бізде дәптермен жұмысқа қараймыз. Дәптермен жұмыс көркем жаз дейді. Қадірлі, шаттық деген сөздерді әдемілеп көшіріп шығатын боламыз. Және де екінші жаттығуда мына жердегі жаңылтпашты жатқа осы жерге әкеліп жазамыз. Келесі шығармашылық тапсырма. Шығармашылық тапсырмада сандар мен әріптерді сәйкестендір дейді. Шыққан сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жаз дейді. Яғни бірінші әріп бізде Б, екінші И, үшінші Д, төртінші әріп А, соңғы әріп қысқа И екен. Бұл жерде құрастырылатын сөз бидай. Бидай бізде астық тұқымдасына жататын дәнді дақыл. Бидайдан ұн алынады деп екі сөйлем көрсетіп қойдым. Өзіңе ұнаған сөйлемді алуыңа болады, немесе бидай туралы осы кезге дейін айтқан мәліметтерді еске түсіріп, сөйлем құрауыңа болады. Өзіңе қалай ыңғайлы, солай орындап шығасын. Біздер жалпы сөйлем тақырыбы туралы айтып жатырмыз. Сөйлемнің соңынан түрлі тыныс белгілері қойылады. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен басталып жазылып, сөйлем соңына нүкте, сұрақ белгісі, не леп белгісі қойылатын болады. Немесе сөйлемдердің арасында нүкте, сөйлемдердің арасында үтір,
жаңағы сызықшада кездеседі. Олар тыныс белгілері болып есептеледі. Құрметті оқырмандар, біздің каналымызда тапсырмаларды орындау ұнаған болса, подписаться батырмасын басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.